анықталмаған интегралды есептеу керек. Алдымен x-тің x дәрежесін y арқылы белгілеп алайық. Және де бұл теңдіктің екі жағын логарифмдаймыз, яғни натурал логарифмдап жіберейік. ln y тең ln x дәрежесінде x. Енді логарифмнің қасиеті бойынша мына x ln-нің алдына түседі. ln y тең x көбейту ln x. Енді екі жағын туындыласақ. ln y-тің туындысы y-тан y штрих болады. Тең, ал мына өрнектің туындысын анықтау үшін u көбейту v формуласына саламыз. x-тің туындысы 1 ln x болады, плюс ln x-тің туындысы 1 бөлу x, мына x пен көбейтіліп 1-ге тең болады. Осы тепе-теңдіктен ln x-ті өрнектеп алайық. y-тің туындысы бөлу y плюс 1-ге тең болады. Ал енді құрметті оқушылар, мына ln x-тің орнына тапқан мына өрнегімізді қойып жазайық. Және де x-тің x дәрежесі бұл бізде y-ге тең. Басында біз өрнектеп алған едік. Сонымен интеграл жақша ішінде y плюс y көбейту ln x-тің орнына y штрих бөлімінде y минус плюс 1. Так, жоқ, мына жерде минус 1 болады. Яғни біз 1-ді былай қарай өткізген кезде минус 1 болып өтеді ғой. Сондықтан мына жерде минус 1. dx соңында тең. Жақшаны ашамыз. Жақшаны ашатын болсақ, y қосамыз. Мына y пен y қысқарады. y штрих минус y-ті 1-ге көбейтсек, y-тің өзі қалады. dx. Так, y-тен y-ті азайтамыз. Сонымен қалатын өрнек интеграл y штрих dx. Функцияның туындысын алуымыз керек және интегралдауымыз керек. Бұл екеуі бір-біріне қарама-қайшы болғандықтан y-тің өзі ғана қалады. Плюсы. Ал y дегеніміз x-тің x дәрежесі. Міне осы жауабы. Сау саламат болыңыздар.